Сәлем, бұл жылы 2020 жылы ашық экранға шыққан кезден бастап Rotten Tomatoes'тан 100 ұпай алған Pixar студиясының Soul жан анимейшнның құпияға толы қызықты деректерін айтатын боламын. Бұл туынды өмір мен жұмыстың бір-біріне байланысы туралы баяндайтын Pixar'дың 23-ші толық метражды туындысы болып саналады. 2020 жылы экранға шыққан туындылардан төбе көрсетіп өте керемет деп бағалауға тұратын бұл туындыдан көптеген құпияларды көре аламыз. Бұл туындының бас кейіпкері болып саналатын 22-ші нөмірлі жан адам болып, тоғысы келмегенге дейін көп атақты адамдардың рухыменен, жаныменен кездеседі. Мысалға, Тереза Ана, Мұхаммед Әли, Франция ханшасы, Мари Антуанет, Николай Коперник, Абрахам Линкольн менен де кезігіп, сіз бен біздің көріп отырған бұл қабырғадағы көптеген атақты адамдардың есімін байқай аламыз. Мысалға, Альберт Эйнштейн, Пабло Пикассо, Мартин Лютер Кинг, Стивен Хокинг, Марвел комиксінің ханы деп аталатын Джек Кирби, Disney, Pixar студияларының жазушысы, режиссері Джой Ранфт, креатор дизайнер Джой Гранттардың есімі бар. 22-ші нөмірінің кезігіп тұрған бұл Марин Антуанет деп аталатын ежелгі Францияның ханшайымы еді. Оның бір дерек сөзінде нан жоқ болса орнына торт же деген дәйек сөзі бар. Бұл дәйек сөзден ой алып, оған кезігіп тұрған 22-ші нөмірлі қолына торт ұстап кезіккен. Марин Антуанеттің жақсылап байқасаңыз денесі жоқ. Неге десеңіз, үкімет қырғиынан болып басын кестіріп жазыланған еді. Бұл туындыда көптеген атақты жерлердің есім тақташасын байқай аламыз. Мысалға, ақш елінің мантыменен атақты Кухо ресторанын көре аламыз. Және де Inside Out-тағы әкенің жеке компаниясы Brink есімін метроның ішінен Making a Fandrel логосына ұқсас бұл кейіпкерлерді Джерри деп атайды. Бұл кейіпкерлер есімін Pixar'дың шахматшы ата қысқа метражды туындысындағы Джерри атаның есімінен алыпты. Неге десеңіз, атақты Фит Доктордың туындыларының бірі әрі өзінің жақсы көретін туындыларының бірі болғандықтан осы есімді кіргізген деседі. Метро аялдамасында 2319 нөмірі көрінеді, және бұл сан Monsters Inc.те көрсетіледі. Жақсылап байқасаңыз, Monsters Inc.тің логосын метро аялдамасынан байқай аласыз. 22-ші нөмір Джой Гарденнің денесіне кіретін жерде аппаратта PX22 деген санды байқайсыз. PX-міз Pixar есімін қысқартқаны, ал 22 нөмірі Soul Animation дейін Pixar студиясы 22 толық метражды туындыны экранға шығарғаны білдіріледі. 22-ші нөмірлі өзінің жақсы көретін затын тауы үшін көптеген эксперименттер, тәжірибелер жүргізеді. Солардың бірі тақтадағы химиялық элементтер болып саналады. Бұл формула бір шоколадтың негізгі қоспасы еді. Сол себепті осы іскенде қоңыр түсті шоколад түсті түтін шығады. 2005 жылы әлеуметтік желіде жұлдыз болған бұл бейнені Soul Animation'нен кіргізіп берген. Және сол іскенде өзіміздің A113 нөмірін көре аламыз. Бұл санда Pixar'дың кез келген анимейшннен көре аламыз. Бұл саны Калифорнияның институтындағы анимейшн сыныбы болып саналады. Бұл сыныптан әлемдік аниматор режиссерлер аяқ басып шыққан еді. Джой Гарденнің төбесінен тартқан бұл скенде Джимми Шойс тақташасын көреміз. Бұл сумка менен етікпенен әйгілі Джимми Шу деп негіз алған болса, бұл скендегі бұл постерде Дем Форте Россо деген жазуды байқай аламыз. Бұл есім Лока анимейшндегі бас кейіпкер есімі болып саналады. Джой Гарден өзінің өткен өмірін көретін бұл скендегі
Бул эскерткичте Walt Disney Mickey чыкканда жетектеп бара жаткан эскерткичинен алган болса, Joy'дун бир тутатын Dorothy Williams әйгілі екенін Onward Animation'інде біле аламыз. Номер 22 бір скенде кез келген адамның дауысын сала алатынын айтып, артынша Coco Animation'ның Карл атаның дауыс салады. Бірақ Карл атаға дубляж жасаған актердің исімі кредит скенінде көрсетілмейді. Бұл жерде көліктен Red Lab сөзін байқаймыз. Бұл шын мәнінде Walt Disney саябағын орнатқан Уолтер Диснейдің есімін теріс қаратқан түрі еді. Шаштараз кейіпкерінің қызымен бірге алдырған бұл фотода Toy Story 4 мультфильм көжегі және бұл жерде A113 пицца көлігі, Уаллидің ғарыш ұшағы, Доридегі кит, үрделмек, көккедегі әуе ұшағы, иттер ұшағы, Toy Story'дағы қоқ көлігі, Incredible-дегі метро жолы, Коко-дағы қамал, Эйфел мұнарасы менен Рататуйды еске түсіріп қана қалмай, басқада анимешндерді еске түсіреді. Сіз subscribe, like, қоңырау батырмасын басқаннан келесі бейнені уақыт жоғалтпай жылдам көре аласыз.